Развивается сотрудничество в области мирного атома. Работают 6 российско-казахстанских предприятий по добыче и обогащению урана. Предлагаем переходить к новым формам взаимодействия, имею в виду прежде всего возможность сооружения в Казахстане АЭС по российским технологиям. Бірнеше жыл бұрын біздер екі алаңның айқындадық. Біріншісі Курчатов қаласында, екінші осы үлкен деген кентінде Алматы облысының. Дегенмен мен тағы да айтқым келеді, осы АЭС салынады деп шешім қабылданбаған. Бір АЭС болатын болса, ол электроқуаттың монополисті болады. Яғни бағалары өседі. Ал көп ана источниктер болса, мына гидроэлектростанциялар шағын, онда ол бәсекелестік пайда болады. Сонда электроқуаттың бағасы түседі. Ешқандай қажеттілігі жоқ бізге. Әңгіме соның қалай салынуында, қандай технологиямен салынуында. Егер қазіргі барлық талаптарға сәйкес келетін экологиялық жағынан өте таза технологиямен салатын болса, ол құба-құп. Егер кешегі 86 жылғы Чернобыльдегі жарылыс сияқты сондай беретін технологиямен салғанша оны салмай қойған дұрыс. Ол ұсыныс пока беріп отырған. Оны енді мемлекет әлі де қарайды ғой. Оны күні бүгін кеше Путин айтқан екен деп, бүгін біздің президентіміз я деп келісе салмас. Ол бәрін зерттейміз. Зерттейді, оның бәрі парламентке өтеді, ертең бізге келеді. Сондықтан қараймыз, қандай ұсыныс бар, қандай экономикалық тиімдігі бар, қауіпсіздігі жоқ па деген бағытта. Оның бәрін қараймыз. Атомная энергетика становится все безопаснее, более экологически чистой и наиболее эффективной. Тем более для Казахстана, как одной из ведущих держав по урановому сырью, я думаю, это не помешает. Вопрос только в том, где строить и по какому проекту, чтобы это были не устаревшие, а самые современные проекты атомных электростанций. Көмірсутек қорларының жағдайына байланысты, жаңағы жасыл экономикаға көшуіне байланысты әртүрлі позициялар бар. Мен ойлаймын, бұл мәселені арнайы осымен айналысып отырған энергетика министрлігі бар, үкіметті сараптап, Қазақстан халқына, біздің экономикаға оңтайлы мәселелер шешеді деп ойлаймын. Атомный электростанцияны вообще даму үшін керек. Электроэнергия вырабатывать үшін ең қымбат емес, не керек.